сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы қауіп-қатерлері. Бүгінгі өтетін сабағымыздың мақсаты түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және оларға баға беру. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық өткізіп алайық. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап оқып білім аламыз. Абайдың 4 жыл мезгіліне байланысты айтылған өлеңін тыңдай отырып, қолдарындағы жыл мезгілдеріне берілген суреттермен топқа бөлінеміз. Оқушылар үй тапсырмасын тексеру. Бірінші топ су басу қаупі практикалық жұмыс көрсету және оны қорғау. Екінші топ жер сілкінісі. Жер сілкінісі кезінде атқарылатын қауіпсіздік шараларын суретпен орналастырып оны қорғау. Үшінші топ біз табиғатты қорғаймыз жобасын жасау. Төртінші топ постер құрастыру. Оқушылар, адам қолымен жасалатын қандай апаттарды білесіңдер? Енді бейнероликке назар аударайық. Оқушылар, алдарында тұрған суреттегі жағдайларға қандай кеңес береміз? Оқушылар, ойлаудың 6 қалпағы әдісі. Бірінші, ақ қалпақ. Өрт шыққан кезде не істеу керек? Іс-әрекеттерді сипаттап айтасыңдар. Керекті құрал-жабдықтарды пайдаланып, практика түрінде түсіндіресіздер. Сары қалпақ. Бөлмеге газ таралғанда не істеу керек? Ережесін сипаттап айтасыздар. Көк қалпақ. Су құбыры жарылғанда не істеу керек? Баяндап айтып беріңіздер. Жасыл қалпақ. Жағдаяттан шығу. Үйдегі жеке қауіпсіздік ережесі. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық, алақанды соғайық. Оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, орнымызды табайық. Оқушылар, мен сіздерге қазір сұрақ қоямын. Егер сол сұрақтың жауабы дұрыс болса, жасыл түсті қағазды көрсетесіздер, бұрыс болса, қызыл түсті қағазды көрсетесіздер. Табиғатта күтпеген жағдайда орын алатын алапат құбылыс апат қалай аталады? Ауа райын белгілі бір аумаққа тән көпжылдық режимі. Жер бетінің ой-қыры, құрлық беті, мұхит түбі бедерінің жиынтығы қалай аталады? Адамның қолымен жасалған қоршаған ортаның бір бөлігі. Жоғары қабатқа шығу не үйдің төбесі? Үйдің төбесіне шығу керек қай жағдайда? 112 нөміріне қай кезде телефон шаламыз? Орман өрті, жер сілкінісі, құрғақшылық, су тасқын қандай тіршілік ортада болады? Гректің аудармасы бойынша көлбеу сөзінің терминдік атауы. Табиғат апаттарына алдын ала болжап сақтану шаралары туралы бабаларымыздың қандай нақыл сөзі бар? Тілсіз жауға нелер жатады? Шығармашылық тапсырма. Ас бөлмеде краннан су тамшылап тұр. 6 минуттың ішінде стакан толады. 5 стакан су 1 литр су болса, 1 сағатта қанша су болады? Ал тәулігіне қанша су ағуы мүмкін? Оқушылар, алдарына жасыл, қызыл және сары түсті алма берілген. Жасыл түсті алманы бүгінгі сабақты түсіндім деген оқушы, сары түсті алманы енді түсініп келемін, қызыл түсті алманы бөлдім түсінбедім деген оқушы тақтада тұрған алма ағашына барып іледі.